Айхан Бөкейханның Рамазан айы туралы қазақ газетіне жазғаны. Жыл 12 айдың ішіндегі ең қадірлі, ең артық һәм ең құрметті айы болған Рамазан айы жақындау себепті әркімнің аузына ораза болып қалды деген сөздер кіре бастады. Бұл айдағы қылған құлшылық, істелген істердің о дүниедегі сауабы сондай боладыны қоя тұрып, біз мұның артықшылығын өзімізше һәм замана, адамшылық, ұлтшылдық істері жағынан қарап, біраз тексеріп өтейік. Ораза деген атынан ақ басқа жақтары халықтың өздеріне де белгілі болар. Біз бұл орында ол ретін жазбай ақ өтуді лайық көрдік. Жалғыз-ақ Рамазан айы әр жердегі халықтардың бастарын қосып, бір-бірінің хәлдерімен танысуға, пақырлардың хәлдерін ескертіп, оларға жәрдем беруге, жұртқа теңдік, құрдастық, ынтымақ, бірлік, саулық, тазалық һәм құлшылық, құдайшылық сияқты істерді үйретуде басқа айлардан гөрі көп артық. Сондықтан халық қасында басқа айларға қарағанда мұның қадір, құрметі де зор. Тек біз бұл орында біздің халық осындай қадірлі, қымбат айды немен өткізбек? Құдайшылық, құрдастық істерінде нендей іс көрсетпек болғанда ондай көңілдің жіңішке жерінен шыққан қадірлі қызметтерін кімге көрсетпек һәм кімге бермек деген сауалды шешумен ғана тоқтаймыз. Мұны бізге баяндаудан мақсұт, Рамазан айы кіргенде бүтін ислам дініндегі халық, оның ішінде әсіресе біздің қазақ, бұл айды артықша шат көңілмен өткізуге тырысады. Маңдайының терін сыпырып тапқан малдары зекетке толса, зекетке шығарған малдарын, пітір уәжіп садақаларын молдаға беріп, жарықтықтардың батасын алу, оларды басқа айлардағы істерінен гөрі артықша құрмет ету, һәм өздерінше пақырлардың хәлдерін қайғырып, олардың тұрмыстарына өздерінің садақаларымен жеңілдік беру бар. Оның үстіне опат болған жақынын, туғандарын осы айда ескеру бар. Бұларды қарындастық ретімен қарағанда өте қолайлы істерден. Бірақ түптеп тесе қарап, тексеріп келсек, зекет, пітір һәм басқа уәжіп садақалардың берілетін кісілері жалғыз молдалар ғана болмаса, тақыр, қойшы, қолаң, көрші яки бірер шәкірт мұғалімдер ғана болып шықпайды. Пақыр, мұқтаж, жалғыз бұлар ғана емес, өзіне өзі жетпей, қысқа жіп күрмеуіне келмей, мұң-мұқтажы көп, ұлттығын сақтау үшін тіршілік ретіндегі ғылымға сусаған халық пақыр, мұқтаж. Пақырлық, мұқтаждық деген нәрселер шаруа мінез, күн көру турасында адам баласының ділгерлікке түсіп, дағдарып тұруынан ғибарат. Бұл дағдарыс бір кісінің, бұрып айтқанда бірер молданың басында ғана емес, бүгін халықтың, ұлттың басында, бүтін халықтың, ұлттың басында. Әсіресе біздің қазақ сияқты білім өнерден құралақан, оны берерлік білім жұрттарынан да бос тұрған, оқушылары аз, болғандарының қалтасы жоқ, болған халық нағыз мұқтаждықтағы пақыр халық болады. Мұндай пақыр халықтың оқу білім жұрттарын көбейтуге тырысып, оқушыларын арттырып, мұқтаждығын шығаруға қызмет еткен кісілер, байлар құдайшылық, адамшылық істерін екі дүниеде де өтеген зор сауапты болады. Құран кәрімдегі баян етілген садақа орындары да осы негіздерге құрылып айтылған. Бірінші, Құрандағы айтылған пақыр деген сөздің мағынасы бір кісінің, болмаса көптің мұқтаждығын шығару деген сөз. Бұған ұлт мұқтаждығы да кіреді.
мұны шығарам деген ұлтқа ие керек. Сол керегін жетілдіру үшін Алла тағала садақаларыңда мұқтаж болған адамдарға беріңдер деп көптің қамын ойға салып айтқан. Екінші, Ибн ас-Субил. Бізше жол баласы. Бұған мұқтаждық халдегі жолаушылар мен нақықсыз туған балалар. Бұл бізде жоқ. Шаһарлы жерлерде көп болады. Анасы, асыраушысы болмағандықтан тапқан баласын көшеге тастап кету реті кіреді. Бұлай туған балаларды тәрбие етуді жұрт үстіне міндетті қылып артқан. Бұл ұлттың мұқтаждығын көздеуде ақылды негізбен құрылған бір жол. Сондықтан бұл реттен қарағанда да садақалардың ұлт мұқтаждығын шығару үшін қойылған жұрттарға ұстанылатындығын көрсетеді. Үшінші, фи субил Аллаға беретіндер деген. Бұған оқу жолындағы барша шәкірттер мен ұлт мұқтаждығын өтейтін орындар кіреді. Бұл үшінші орында жоғарғы айтылған екі орыннан көрі садақаларды халық мұқтаждығына жұмсау да ашығырақ баян етілген. Төртінші, уа әл-ғараминге беріңдер деген. Бұл бұрыш басып сасып тұрған адам. Бұған садақа беріп, көтеріп жіберу де зор мағына бар. Қысқасы, қалай ойласақ та садақаларды Алла тағала адам баласын ділгерліктен шығару үшін беруге бұйырған. Халық та сол ділгерліктерінің бірі. Бесінші реттен көрсетіп, мұны да айта өтейік. Алла тағала Құран кәрімде пайдалы орынға өздерінің сүйген нәрселерің мен малдарыңды шығармай тұрып ізгілік, жақсылық деген нәрсеге жетсе алмайсыңдар деп, бүтін адам баласын шын көңілмен ұлт ісіне қызмет етуге қызықтырады. Егер ұлт ісінің керегі болмаса, ол ұлт ісіне мұндай уәжіп, хамзекет сияқты садақаларды ең сүйген малдарынан беріңдер деп қызықтырмас еді. Мұнан көрініп тұр, сүйген малдарыңнан садақа шығару бір кісіге ғана емес, бүтін ұлт ісі екендігі. Әр нешік мұндай парыз, уәжіп садақалар бір кісінің пайдасына ғана емес, бүтін ұлт пайдасына беріледі. Ол ұлт пайдасы мектеп, медресе сияқты жұрттар салып, бала оқыту секілді істерде табылады.